Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бешбармақтың қамырына арналған қамырдың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл қамыр ешқандай да езілмейді, жыртылмайды. Піскен кезде дана-дана болып, бөлек-бөлек пісетін болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бешбармаққа дәл осылай қамырда жасап көріңіздер. Сіздердің қамырларыңыз өте дәмді және тамақтың дәмі керемет болып шығады. Алдымен ыдысымызға електен өткізілген ұнды саламыз. Достар, мен бір дөңгелек қамырға, бір зуалаға бір жұмыртқадан саламын. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз мүлдем езілмейді. Дәл осылай жасап көріңіздер. Көпшілік айтады, қамыр ісіп кетеді деп, ондай болмайды. Мен бұл жерде 3 жұмыртқа салдым. Енді бөлек ыдысымызға салқын суымызды, үстінен бір ас қасық тұзымызды салып, жақсылап тұзы ерігенше араластырып аламыз. Енді ұнымыздың үстіне жұмыртқамызды салдық, оны жақсылап араластырып аламыз. Мен жұмыртқаны ұнның үстіне саламын, себебі біздің егерде суымыз көп болып кететін болса, судың қалғаны қалып қояды. Сол кезде сіздің жұмыртқаңыз толығымен онымен араласып дайын тұрады. Жақсылап жұмыртқамызды араластырып болғаннан кейін суымызды жаймендеп құйып, қолымыздың көмегімен қаттылау етіп қамыр илейміз. Қатты етіп илеудің қажеті жоқ, орташа қаттылықта қамыр илейміз. Суымызды бірден құйып жібермейміз, жаймендеп керегінше шетінен құйып отырамыз. Және қыздар, қандай қамырға жасасаңыз, мысалы пельменге, мантыға, бешбармаққа жасаған кезде жақсылап июін қандырып, арасында іртіктері қалмайтындай етіп араластыруға тырысыңыз. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз біркелкі болып жайылатын болады. Және бір жақсы қамыр жайылудың жолы, ол ыдысымыздың түбінде ешқандай да қамыр қалмау керек. Енді біздің жақсылап тынған қамырымызды алып, теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Өзіңізге ыңғайлыға бөлсеңіз болады. Егер де ыңғайсыз болса, кішірек 3 суалаға бөлесіз. Оны жақсылап қайтарамыз, қолымыздың көмегімен жыртып қайтарамыз. Біздің қамырымыздың үйі жақсылап қанса, сол кезде біздің қамырымыз әдемі. Жайған кезде қамырыңыз оңай және тез жайылатын болады. Қамырыңыз неғұрлым көбірек тұрса, соғұрлым оңай жайылатын болады. Оны 2 бөлікке бөліп, тағы да бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді қыздар, қамырымызды жаюға кірісеміз. Осылай ұнымызға қамырымызды малып алып, ортасын көп баспаймыз, тек шетін ғана қолымыздың жұдырықтап, осылай қолымыздың көмегімен үлкейтіп аламыз. Сол кезде біздің қамырымыз жайылуға ыңғайлы болады. Осылай жұдырықтап, жақсылап қамырдың шетін жаямыз, және оны 2 бүктеп жаямыз, 2 бүктеп шетінен осылай басамыз. Сол кезде біздің қамырымыз тез жайылады және біркелкі болады. Қамырдың ортасына көп тиіспейміз. Және де оқтауды жайған кезде осылай сағат тілмен бірге тек қамырдың шетін ғана жайып, ортасына қарай қамырды алып барамыз. Ортасын бұл кезде баспаймыз, тек қамырымыз үлкейген кезде ғана ортасын жаймендеп осылай жай ғана басамыз. Қамырымыз үлкейе бастаған кезде оқтаудың көмегімен оны орап, қолымызбен бірге осылай жаямыз. Қамырдың үстін қатты басып 2 жаққа қарай тартуға болмайды. Егер де олай жасайтын болсаңыздар, сіздердің қамырларының шеті қалың, ортасы жұқа болып қалады. Үстіне күш түсірмей, ұнымызды себе отырып, жай ғана үстін осылай басамыз. Егер де сізге бұлай ыңғайсыз болса, тек қана қамырды емес, оқтаудың 2 шетін ғана басып, жай ғана басып жайсаңыздар болады. Және де қыздар, сіздер қамырларыңызды қаттылау етіп илейтін болсаңыздар, оған көп ұн қосудың қажеті жоқ. Ұнның көмегінсіз-ақ өзі әдемі етіп жайылатын болады. Және қамыр жаюдағы тағы бір лайфхакпен бөлісейін. Қамырымызға ұнымызды жақсылап сеуіп, осылай 2 шетінен бүктеп, оның тақтайдың 2 шетін ғана басып жайсаңыздар, сіздердің қамырларыңыздың шеті біркелкі болып жайылатын болады және қамырыңыз тез жайылатын болады. Осы лайфхакты есте сақтаңыздар.
үстін жай ғана осылай басып, қамырымызды ашып, тағы да басқа жағынан қайтарып, солай қамырымызды үлкейтіп аламыз. Қамырымызды жайып, үлкейтіп алғаннан кейін ең соңында осылай тағы да бір қайтара жайып аламыз. Бұл кезде де ұнны себудің қажеті жоқ, өзінің ұны жеткілікті. Міне қыздар, біздің қамырымыз біркелкі тегіс болып жайылды. Дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Сіздердің қамырларыңыз міндетті түрде әдемі, біркелкі, тегіс болып жайылатын болады. Және піскен кезде мүлдем езілмейді. Енді оны осылай оқтауға орап, пышақтың көмегімен кесіп, өз қалауларыңызша бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен осылай орташа көлемдегі бөліктерге бөлдім, пісіріп алуға ыңғайлы болады. Дәл осы қамырға ұнын көбірек етіп жайып, холодильникке 1-2 сағат бұрын қойып қойсаңыздар болады. Тамақ пісіруден алдын шығарып, сразу сала беретін боласыздар. Өте ыңғайлы. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.